Сәлем, тек футбол арнасының көрермендері. Ұлы футболшыларды тілге тиек ететін айдарымыз жалғасын таппақ. Өткен сандарымызда жанкүйерлердің көбісі пікірге Харри Кейн туралы білгісі келетіндігін жазған болатын. Ендеше Тоттенхэмнің жұлдызды ойыншысы туралы кеңірек қозғаймыз. Біз бастаймыз. Харридің ұлты ирландық, әкесі осы елдің тумасы болғандықтан оны толықтай ирландық деп есептейміз. Лондонның солтүстік шығыс аймағында орналасқан Чинкфорд атты қалашықта дүниеге келген. Үйінен 20 минуттай жерде әйгілі Тоттенхэм стадионы White Hart Lane орналасқан. Дәл осы фактор оның болашағына негізгі себеп болса керек. Кейн Дэвид Бекхэм оқыған мектептің түлегі. Тіпті кезінде аталған ұлы футболшы доп тепкен Риджуи Роверс командасына қабылданып, сол жерде ең алғаш аяқ допқа қадам басқан екен. Ал футбол әліппесіне Кейн 8 жасында Арсенал академиясына қабылданғаннан кейін ден қоя бастайды. Дегенмен онда ұзақ тұрақтамады. Бір маусым өткен соң оны болашағынан үміт күтудің қажеті жоқ деп оқудан шығарады. Арада бірнеше жылдар өткен соң Арсен Венгердің өзі бұл шешім академия тарихындағы ең қате қадам болғандығын айтты. Оған футболды түсіне білетін бұл таланты қайдан келді деген сұраққа кейіпкеріміз былай жауап береді. Менің ойымша спортқа бейімділік анамның қаны арқылы келген секілді. Дәл осы сұрақ отбасымызда жиі қызу талқыланады. Әкеме осы сөзді айтсам маған көңілі толмайтындай. Дегенмен шындығы сол. Менің Эрик атты нағашы атам өте керемет футболшы екендігін айтарлықтай жоғары деңгейде доп тебу арқылы дәлелдеген. Бала Кейннің арманы үлгі тұтар ойыншысы Тедди Шерингем болатын. Ол сүйікті аяқ топшысы туралы мынадай пікірде. Маған Теддидің ойыны ұнайтын, әсіресе алаңдағы орнын қалай өзгертетіндігі. Оның қимыл қозғалысына қарап отырып, өзіме керек дүниелерді түртіп аламын, және оны өзімнің практикамда жиі қолданам. Ол тамаша голдар соққаннан бөлек өте көп нәтижелі пастың авторы атанған. Жасөспірім шақта оның ойын мәнерін айнытпай қайталауға тырысатынмын. Кейннің Тоттенхэмде негізгі құрамға ілініп, алаңға шыға бастауы оңай болмады. 2010 жылы бұл ұжыммен келісімшартқа отырғанымен қатарынан 3 жыл өзге клубтарға жалға беріліп тұрды. Сол себепті Спурс сапындағы сәттері тек эпизодтық болатын. Осы аралықтағы 3 маусымда ол Лейтон Ориент, Миллуолли, Норвич және Лестер секілді командалардың жейдесін киген. Норвичті есептемегенде қалған ұжымдардың жаттықтырушылары Харриге көңілдері толатындығын, оның сұрмергендік дарынын жоғары бағалайтындықтан жеткізді. Гарридің алғашқы бапкері Алекс Инглторп Кейннің жасөспірім кезіндегі сәтін былайша еске алады. Ол алғашында өте ебедейсіз еді, ыңғайсыз қимылдап, өзін ауыр сезінетін. Бірақ техника жағының өте мығым екендігі бірден білінді. Оның қаншалықты керемет ойыншы екендігіне бәрінің көзі жетті деген ойдамын. Тактикалық тұрғыда Гарри икемді. Мен оны сан түрлі позицияларға қойған болатынмын. Тіпті триумф жартылай қорғаушы ретінде де қолдандым. Тоттенхэм сапындағы алғашқы ойын Харри үшін ойдағыдай болмады. Бұл 2011 жылдың 25 тамызы күні Еуропа лигасының іріктеу сындары еді. Шотландтық Хартспен өткен алғашқы матч 5-0 есебімен лондондықтардың пайдасына аяқталғандықтан жауапты ойында бапкерлер құрамы сынақтан өткізу үшін жастарды алаңға шығарады. Кейн пенальти алып беріп, өзі орындауды жөн деп санайды. Дегенмен қақпашыны сан соқтыру мүмкін болмады. Осылайша оның дебюті голсыз аяқталған болатын. 2013 жылы Talksport баспасы Кейн туралы жақсы пікір қалдырды. Екінші пландағы шабуылшының рөлін тамаша атқарып, алдағы жылдағы сүрмергендердің тізімінде ойып тұрып орын алатындығын алға тартты. Харри Тоттенхэм сапындағы ресми матчта тек шабуылшы емес, сондай қақпашының да рөлін атқарғандығын білесіз бе? Бұл 2014 жылдың 23 қазаны болатын. Гректің Астерас командасына қарсы ойын. Кездесудің екінші бөлігінде төреші лондондық ұжымның қақпашысы Уго Льористі алаңнан қуады. Сол матчта 3 гол соғып үлгерген Кейн қақпаны өзі қорғауға кіріседі. Алайда сенімді күзете алмады. Айып соққысы орындалған сәтте допты қайтармақ болай тұрсын, өз қақпасына қарай енуіне басты себепкер атанады. Кейннің ойын стилін көпшілік кезінде Тоттенхэм намысын қорғаған неміс футболшысы Юрген Клинсманға ұқсатып жатады. Ал жастар құрамасында оған бапкер болған Лес Фердинанд оның қозғалуы Тедди Шерингемге, ал соққысының күші мен дәлдігі Алан Ширерге ұқсайтындығын айтады. Харри Кейннің Тоттенхэм сапындағы толық өткізген соңғы 3 маусымында өте нәтижелі өтті. 2014-2015 жылы орта есеппен матч сайын 0,62 гол, 2015-2016-да 0,66, ал 2016-2017 жылғы маусымда 0,97 көрсеткішін тіркеді. Байқағанымыздай қарқынды даму және өсу байқалады.
Алғашында бір сарында, артынша жылдам өсу. Бір қарағанда бұдан артық даму мүмкін емес секілді көрінеді. Кейн осы көрсеткішімен-ақ өзін әлемдегі көшбасшы форвардтардың қатарына қоса алды. 2015-2016 жылғы маусымда Премьер Лиганың ең үздік сұрмергені болған Кейн 21 ғасырда бомбардир атанған ең алғашқы ағылшындық форвард есімін алтын әріппен жазды. Харридің Англия ұлттық құрамасы сапында өткізген ең үлкен ірі турнирі 2016 жылы Францияда өткен Еуропа чемпионаты. Бірақ сәтті өткіз деп айтуға негіз жоқ. Барлық 4 ойында алаңға шыққан ол, екеуін толық өткізсе, біреуінде алғашқы таймнан соң орнын босатқан. Ал тағы бірінде өзі ойынға тыңнан қосылған болатын. Дегенмен командасының бұл турнирде соққан 4 голына оның мүлдем қатысы болмаған. Яғни Еуродан қоржыны бос қайтты. BBC арнасындағы тәулік матч атты телешоулардың бірінде футбол сарапшысы Дэнни Мерфи Англия ұлттық құрамасының бапкерлік құрамына өзінің ұсынысын жеткізді. Айтуынша, егер де Англия жетістікке жетуді шынымен қаласа, онда ойынды Кейн арқылы ұйымдастыруды қолға алуға қажет. Сондай-ақ ол Кейннің кемшіл тұстарын табу ең ауыр және ең қиын жұмыстардың қатарында екендігін айтып сипаттама берді. 2017 жылдың 11 маусымы күні Кейн Англия құрамасының жаттықтырушысы Гарет Саутгейттің шешімі бойынша өмірде ең алғаш рет капитандық міндеттемені өз мойнына алды. Бұл Шотландияға қарсы ойын болатын. Қорытындысында матч 2-2 есебімен аяқталып, Харри де алаңнан голсыз кетпеді. Әйгілі ағылшын форварды Гарри Линекер Кейн жайында былай дейді: оған ара қашықтық деген маңызды емес. Криштиану Роналду секілді алаңнан кез келген нүктесіне емін-еркін қақпаға қарай жойқын соққы жұмсай алады. Әрине, Роналдумен салыстырмаймын, бұл әділетсіздік болар еді. Дегенмен Кейнде тәкаппарлыққа жақын дарақылық бар. Дәл осы нәрсе үздік футболшыларды жақсы ойыншылардан артық қылмақ. Харри Премьер Лигада 4 мәрте айдың үздік ойыншысы атанды. 2015 жылы қаңтар-ақпан айларында, 2016-ның наурызында және 2017 жылдың ақпанында. Сондай-ақ оның 2 голы АПЛ-да ай ішінде соғылған үздік атанды. Ол 2015 жылдың қаңтары мен 2016 жылдың наурызы болатын. Соңғы аяқталған маусымда Кейн Премьер Лиганың ең үздік ойыншысы атанды. Бұл кәсіби футболшылар қауымдастығының ұйымдастыруымен өткен жанкүйерлердің дауыс беруі арқылы анықталды. Харри өзінің мектеп кезінен келе жатқан құрбысы Кейт Гудлендпен ұзақ уақыт жақын қарым-қатынаста. Өткен жылдың қаңтар айында олардың Иви Джейн Кейн атты қызы дүниеге келген болатын. Ал сол жылы шілденің алғашқы күнінде Кейтпен алдағы күндері некеге отыратындығын хабарлады. Кейн біршама компаниялармен жарнамалық келісімшарттарға отырған. Соңғы өткен Еуропа чемпионатының қарсаңында ол Марс батончигі мен Битс құлаққаптарын жарнамалау арқылы біраз қаражат тапты. Харри ешқандай алкогольді ішімдікке жоламайды және түнгі клубқа ат басын бұруды жақтыра бермейді. Ал өзі қызығып айналысуды ұнататын хоббиі гольф. 2017 жылдың жазында Тоттенхэм онымен өтемақының жаңа шарттарына қол қойды. Қазіргі табысы 227 миллион еуро. Бұл көрсеткіш дәл қазіргі уақытта Кейннің әлемдегі ең қымбат ойыншы екендігін дәлелдеп отыр. Харри өзінің бала кезінен бергі сүйікті командасының кетуді еш ойламайды. Дәл қазір Тоттенхемнен кету ақымақтық болар еді. Әлемдегі ең үздік бапкерлердің бірі, бәлкім бірегейі бізде. Одан бөлек ғаламшарымыздағы ең жас әрі үздік командалардың бірі де бізде. Жақында жаңа стадионымыз болады. Болашаққа деген жоспарларымыз өте көп. Менде таңдау екеуі: не ақшаның артынан кету, немесе әлемдегі ең үздік лигада доп теуіп мақсаттарыма қол жеткізу, дейді Харри Кейн. Тоттенхемді алға сүйреп Англия құрамасының негізгі ойыншысына айналған Харри Кейн туралы сіздерге тұшымды ақпарат жеткіздік деген ойдамыз. Келесіде кім туралы білгіңіз келеді? Пікірге жаза кетіңіз. Сондай-ақ лайк басып арнаға жазылуды да ұмытпаңыздар. Сіздерді әлі әлем футболындағы қызықты ақпараттар күтіп тұр. Келесі кездескенше.